Бүгінгі сабақтың тақырыбы теңдеулер жүйесін жаңа айнымалы енгізу әдісімен шешу. Көптеген жағдайларда жоғары дәрежелі теңдеулерді шешу барысында жаңа айнымалы енгізіп шешкен тиімді болады. Біз жаңа айнымалыны қандай жағдайда қолданамыз? Егер теңдеулердің әрқайсысында белгілі бір ережемен немесе заңдылықпен өрнектер қайталанып тұратын болса, онда оны жаңа айнымалы арқылы белгілеп алып, жаңа белгіленген айнымалылар бойынша теңдеуді шешіп аламыз. Одан кейін барып, табылған жаңа айнымалының мәнін белгіленген жерге апарып қойып, берілген теңдеудің айнымалыларының мәндерін табамыз. Мысалы, мына тақтада жазылған өрнекке назар аударсақ, қандай қатынастарды байқап тұрмыз? Ұқсас немесе бірдей. Бірінші жазуда x пен y екі айнымалының қосындысы мен көбейтіндісін көріп тұрмыз, ал екіншісінде квадраттарының қосындысы мен олардың көбейтіндісін көріп тұрмыз. Енді біз осы жазулардағы квадраттарының қосындысын толық квадрат ажыратуменен екі өрнектің қосындысының квадраты арқылы жазуымызға болады. Яғни x қосу y, x көбейту y өрнегі теңдеудің екеуінде де бар. Соған келтіріп алайық. Бірінші теңдеуді қазірше өзгеріссіз жаза тұрамын. X қосу y, xy тең -1. Ал екіншісіндегі x квадрат плюс y квадрат плюс xy өрнегін мен бұлай жазсам болады. Енді қараймыз. Жақшаны ашсақ, x квадрат плюс y квадрат плюс 2xy. Ал бізде плюс 1xy. Ендеше минус xy десем, онда тепе-теңдік сақталады. Тағы да тексереміз. 2xy минус xy 1xy береді. Енді қарасақ, x плюс y бірінші теңдеуде де, екінші теңдеуде де бар. Және xy бірінші теңдеуде де, екінші теңдеуде де бар. Осы жерде екі өрнектің қосындысын бір айнымалы, бір басқа бір әріппен айталық a деп қояйық, ал екеуінің көбейтіндісін b деп жазып қояйық. Басқа бір әріптермен белгіледік. Сонда жаңа айнымалыға тәуелді басқа теңдеулер жүйесі пайда болды. X, y-дің орнына a-ны қоямыз, қосу. X плюс y-дің орнына a-ны қойсақ, x, y-дің орнына b-ны қоямыз. Тең -1. Ал екіншісінде x плюс y-дің квадраты тұр. Ендеше a квадрат дейміз. Минус x, y-дің орнына b-ны қоямыз. Тең 3. Міне мынандай екі айнымалысы бар теңдеу пайда болды. Бұл теңдеуді ең басындағы біз білеміз, қосу тәсілі, алгебралық қосу тәсілі немесе алмастыру тәсілін қолдануға болады. Енді мына жағдайда қосу тәсілін қолданған тиімді. А-ға а квадратты қосып жазамыз да, ал плюс b мен минус b-ның қосындысы 0 болады. Яғни қосу тәсілін пайдаланатын болсақ, бізде мынандай жазу пайда болады. А квадрат плюс а тең 2. Минус 1-ге 3-ті қоссақ 2 болады. Енді 2-ні теңдіктің оң жағынан сол жағына өткізіп, а-ға қатысты теңдеуді шешіп аламыз. А квадрат плюс а минус 2 тең 0. Бұл теңдеуде коэффициенттердің қасиетін қолдансақ, 1 қосу 1, 2, 2-ден азайтсам 2-ні 0 болып тұр. Яғни мына жерге жазып қояйын. 0 болғандықтан, оның бірінші түбірі 1-ге тең, ал екінші түбірі минус 2-ге тең болады. Век теоремасына кері теорема бойынша да тексеруге болады. Енді а-ның бірінші мәні 1 болса, оған сәйкес b-ның бірінші мәнін бірінші теңдеуден тауып алсақ болады. Сонда b-ның бірінші мәні а-ның орнына 1-ді қоям, плюс 1, мына жаққа минус 1-мен шығады да, минус 2 болады b-ның мәні. Ал b-ның екінші мәнін табу үшін а-ның орнына минус 2-ні қоям. Минус 2-ні қойсақ, минус 2 мына жаққа плюс 2 болып шығады да, b-ның мәні 1-ге тең болады. Енді осы жазылған жазулардан жаңа біз белгілеп алғанымыз бойынша екі жағдай қарастырады екенбіз. Бірінші жағдайда а-ның бірінші мәніне сәйкес b-ның бірінші мәнін өзі а мен b-ның орнына қоямыз. Сонда x қосылған y тең қосындының мәні а, ендеше 1-ді қоям. X көбейтілген y тең көбейтіндінің мәні бізде b, ондай болса минус 2-ні қоям. Міне бір жағдай дейміз. Екінші жағдай, енді x қосылған y-дің мәні a, яғни ол жерге минус 2-ні қоям. X көбейтілген y-дің мәні b, оған 1-ді қоям. Сонда век теоремасына кері теореманы қолдансақ, қосындысы 1-ге, көбейтіндісі
минус 2-ге тең болатын сан. Бұл сандарды тауып алсақ, қосындысы, көбейтіндісі минус 2 болу үшін, онда түбірлерінің біреуі теріс сан деген сөз. Яғни, егер x1-ді, оған сәйкес, x пен y. Бұлай тапсақ, қосындысы оң сан болу керек екен. Ендеше мен бүйтіп жазсам ше, минус 1 мен 2 десек. Кән көбейтіп көрейік. Минус 1-ді 2-ге көбейтсек, минус 2, минус 1-ге 2-ні қоссақ 1 болады екен. Бұл 1 түбірі, енді керісінше x екіншіні плюс 2 деп, ал y екіншіні минус 1 деп жазсақ. Сонда бізде мынандай жұп пайда болатын сияқты. Минус 1-де 2 және 2-де минус 1. Тексеріп көрсек орындалады. Ал келесісінде қосындысы минус 2-ге, көбейтіндісі 1-ге тең болып тұр. Яғни бұл жерде сан көбейтіндісі оң сан, қосындысы теріс сан болу үшін, екеуі де теріс сан деген сөз. Теріс санға көбейткенде 1. Онда ол минус 1 болғаны ғой. Минус 1-ді минус 1-ге көбейтсем плюс 1. Онда ше бізде мына жерде x пен y-тің мәні тең болып тұр. Минус 1-де минус 1. Кән тексерейік. Минус 1-де минус 1-ге көбейтсек 1, минус 1-де минус 1-ге қоссақ минус 2 болады. Сонымен жалпы теңдеулер жүйесінің 3 шешім бар екен. Минус 1 мен 2, 2 мен минус 1 және минус 1 мен минус 1 деген. Теңдеулер жүйесін жаңа айнымалы енгізіп шешуге тағы бір мысал келтірейік. Алдымызда тұрған мысалда жаңа айнымалы енгізуге екі өрнекте де бар ортақ қатынастар жоқ. Қарап отырсақ. Бірақ жаңағы біз бұрыннан үйренген алгебралық қосу, немесе көбейту, бөлу, алмастыру тәсілдерін қолдану бұл жерде тиімсіз. Енді дұрыстап назар аударатын болсақ, x-тен y плюс y-тен x кері бөлшектердің қосындысы тұр. Егер мен осы жердегі екі өрнектің біреуін басқа бір айнымалмен белгілеп алсам, ал екіншісі сол айнымалының кері бөлшегі болып шығады. Яғни мен x пен y-ті біреуін екіншісі арқылы өрнектей алатындай теңдеу ала алады екен. Сонда екінші айнымалыдан, жүйедегі екінші теңдеуден y бөлінген x-ті a деп белгілеп алайын. Онда x бөлінген y a-дан 1 болады. Сонда осыған ғана қатысты теңдеуді шешеміз. A қосылған a-дан 1 тең 3-тен 10 болады. Міне, қазірше осыны шеше тұрамыз. Сонда ортақ бөлімге келтіріп жібереміз. a квадрат плюс 1 3-тен 10. Енді ортақ бөлімге бөлшек рационал теңдеуді шешу ережесіне салып жіберсек, 3a квадрат плюс 3 тең 10a болады. Енді оны бері қарай өткізейік. Теңдіктің екінші жағынан 3a квадрат минус 10a плюс 3 тең 10. Бұл жерде дискриминант табуға да болады. Коэффициенттердің қасиетін қолдана алмаймыз. Ендесе бос мүшені лақтыру әдісіне салып көрейік. a квадрат минус 10a плюс 9 тең 0. Яғни көбейтсек 9-ға, қоссақ 10-ға тең болатын сан. Осы жағдайда коэффициенті әдісі қолданылады екен. a 1-ге тең, екінші a 9-ға тең. Көбейтсем 9, қоссам 10. Енді берілген теңдеудің өзінің түбірлерін табу үшін, a1-ді табу үшін 1-ді 3-ке бөлеміз, 3-тен 1 болады. a2-ні табу үшін 9-ды 3-ке бөлеміз, 3 болады. Мінеке a-ның мәндерін тауып алдық. Яғни a деп тұрғанымыз, ол y бөлінген x. Y бөлінген x-ті 3-тен 1 деп, сосын бірінші теңдеу арқылы басқа жаңа жүйе құрастырып аламыз. Бірінші x квадрат минус y квадрат тең 8, x-тен y тең 3-тен 1. x-тен y тең 3-тен 1 деген бір жүйе құрастырып аламыз. Және екінші дәл осылай x квадрат минус y квадрат тең 8, x-тен y тең 3 деп екінші теңдеу құрастырып аламыз. Осы жүйелерді шешеміз. Енді x тең 3y екенін біліп тұрмыз мына жерден. x тең 3y болса, бірінші теңдеудегі x-тің орнына 3y-ті қоямын. 3y-тің квадраты 9y квадрат. Одан y квадратты азайтсам 8y квадрат болады. y квадрат тең 1 болады. Міне.
Енді бұл жерде y квадрат 1 болатын болса, y-тің мәні плюс минус 1. Сонда егер y-тің мәні минус 1 десем, онда оған сәйкес x1-дің мәні минус 3 болады. Ал егер y2-шінің мәнін плюс 1 десем, оған сәйкес x2-шінің мәні плюс 3 болады екен. Дәл осылай мына жақты шешеміз. Енді бұл жерде y мынаның бөлімінде 1 бар, сонда y тең 3x болады. Y тең 3x десек, мына жердегі y-тің орнына 3x-ті қоямын. Қарайық, 3x-ті квадраттасақ 9x квадрат. X квадраттан 9x квадрат азайтсақ минус болады екен. 8 x квадрат, жазайық. X квадрат минус қанша болады? 9x квадрат тең 8 болады екен. Y тең 3x азайтсақ x квадрат тең минус 1 деген шықты. Бұл жағдайда теңдеудің түбірі жоқ. Теңдеудің түбірі жоқ болады. Онда жауабы бізде былай жазылады екен. Минус 3 болғанда, x-тің мәні минус 3 болғанда, y-тің мәні минус 1 дейді. Минус 3 болғанда минус 1, x-тің мәні 3 болғанда, y-тің мәні 1 болады. Мына жағдайда теңдеудің түбірі жоқ дейміз.